Қараңыздар, Нух алейхиссаламның әйеліне, баласына бермеген иман Алла Тағала сізге берді. Лют алейхиссаламның әйеліне Алла Тағала өзінің сүйікті құлдарының, елшілерінің отбасыларына бермеген кейбір әйелдеріне бермеген иманды сіздер мен біздерге берді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ең жақсы көретін әке орнына әке болған Абу Талиб, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қандай қолғабыс болған, сен үшін тұрам деген адам ғой, былайша айтқан кезде. Абу Талибке Алла Тағала иман бермеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүйікті адамына бермеген иманды Алла Тағала сіздер мен біздерге берді. Алла Тағала сіздер мен біздерді жақсы көреді ағайындар. Ал біз Аллаға немізбен қайтарып жатырмыз? Бір ойланшы. Мұсылманбыз деген нәрсе, бұл сізге қалай әсер етеді өзі? Мен мұсылманмын. Бір сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп айтады: ей Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам, мен иманға келмей тұрып, мұсылман болмай тұрып, арабтарда білесіздер ғой, қыздарын тірідей көметін еді ғой. Мен иманға келмей тұрып, сол қанша арабтың қыздарын сатып алғам, тартып алғам, ұрлап алғам, әйтеуір 372 дейді, не болмаса 376 деп айтқан дейді. Бірақ өте көп санда сол көмілуге алып бара жатқан қыздарды құтқарып қалғам, мұсылман емес кезінде дейді. Енді мұсылман болғаннан кейін маған Алла Тағала сол жақсы істерім үшін бір сауап, бір жақсылық бере ма дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Алла саған сол жақсылығың үшін иман берді ғой, одан артық не керек саған? Айтыңызшы, бұл дүниеде иманнан артық не бар? Қанша дүниең болса да бола берсінші, жейсің таусылады, бірақ сенің ақыретіңде сенің иманың болмаса бар ғой, мынау дүниеде сен өгіз ұқсап бәрін жеген шығарсың. Не пайда? Жәннат жоқ. Ең үлкен нығмет, ең үлкен байлық иман емес па, жігіттер? Енді қараңызшы, сіздер мен біздер мен жігіттер мұсылманбыз да, мұсылманбыз деп айқайлаймыз. Айтшы, саған иман беру үшін Алла Тағалаға қандай жақсылық істедің? Талай адамдарға бермеген иманды небір сүйікті құлдарының отбасына бермеген иманды саған беру үшін Аллаға не өткізгенің бар еді? Жоқ. Алла осылай қалады бізді мұсылман отбасында дүниеге келтіріп, бізді мұсылман болуымызды қалады Алла Тағала. Енді сізден мұсылман ретінде шүкіршілік қайда? Шүкіршілік етсеңізші. Ей, мен мұсылманмын деп жүрген бауырлар, Аллаға көп шүкіршілік етейік. Ұялмайсыз ба? Алла Тағала сізге осынша нығмет беріп, иман беріп, осындай денсаулықтар беріп, өмір беріп жатыр. Арақ ішіп отырып, Алла Тағаламен алғыстан кейін сөйлесем, ұялмайсыз ба? Қалай сіздің иманыңыз? Сізде иман бар ма өзі? Қалай сіздің иманыңыз жібереді бұндай нәрсеге? Алғыстан кейін намаз оқиын. Онда қалай ойлайсыз? Алла Тағалаға сізге иманды да алғыстан кейін берсін онда. Мына ішіп отқан, жеп отқан жақсылықтарының бәрін Алла Тағала сізге алғыстан кейін берсін онда. Келісер ме едіңіз? Жоқ, біз айтамыз: я Раббым, бере бер маған. Сен бере бер. Мен бірақ алғыстан кейін жауап беремін. Сен мені ұмытып кетпе. Мен сені ұмытам қазірше. Бірақ алғыстан кейін өзім есіме түсірем сені деген. Мұсылман ретінде біздерге бауырлар тек шүкіршілік айту керек. Өйткені Алла Тағала алып қоймасын. Құранда не дейді? Раббана ла тузигh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Алла, бізге осындай жүрегімізге нығмет бердің. Тура жол, рахмет қой бұл. Тура жолды өзіңе жүрегімізге бердің. Алла, қайтып алып қоймашы. Сен берегендердің берегенсің ғой.
Қайтып алып қоймашы деп сұраңдар дейді. Неге? Өйткені сен лайық болмасаң, Алла алып қоя салуға шамасы жетеді, жігіттер. Ал не дейді бізде? Басқа іс түскен кезде Құдай дейміз, Құдай дейміз. Іс біткен кезде олай дейміз, бұлай дейміз. Құдайды алдаймыз біз. Жігіттер, Алла тағаланың алдында күнә істеуге ұялайық та, жігіттер. Болды ғой. Бұрынғы союзды қанша желеу етті, қанша бауырларымыз союзды желеу етті. Жігіттер, жетеді болды. Қазір өтірік жүрмейді уже. Арақ ішіп отқан бауырлар, мұсылман деген. Ұялсайшы Құдайдан. Алла тағала саған беріп жатыр ғой. Сен беріп жатыр, сен оны көтере алмай жатсың да. Тоқтатсай болды ғой. Аллаға бойсынсайшы.